Бұны қойсаңыз, завод жүрмейді, мынаның өзі бір айдан кейін инфаркт болып өледі заводты жүргіземін деп. Потому что ему это очень большая проблема, меланхоликке. Так? Соның үшін меланхоликті ни в коем случае руководящий ролға қойып болмайды. Енді, егер де сіз үйленгенде әйеліңіз, жұбайыңыз спокойный, сіздің ашуыңызға тимейтін, айтқаныңызды қылатын болатын болса, меланхоликті қыдырып табу керек. Бірақ бір жері бар, бұл манан бір күн алдында жүрсеңіз, кешке уже настроениеңіз болмай қалады да, уже ертесіне уже ол манан сөйлесе алмай қаласыз, уже энергияңызды мана тартып алады мынау. Меланхолик, потому что бұнда энергия жоқ. Алдына қарағаннан кейін энергияңыз тартып алады, настроениеңіз болмай қалады бұл. Всегда ноет, всегда у него проблема. Айтқанның бар проблема. Бір шляпаның өзінің қандай проблема болып жатыр. Енді жігіттер үйленетін болса, ең үйленуге не дейді, зор. Сангвиник қыздар. Егер сангвиник қыз тапсаңыз, сангвиник қыз, оказывается, очень такой, көріңіздер, характері, постоянно күліп тұрады, көңіліңіз тоғады. Сіз кесеңіз ашуыңыз шығып келсе, қарайды сізге қарап. О, қожайынның ашуы шығып кетті дейді, сразу отырғызады, шайыңызды береді, тамағыңызды береді, настроениеңізді жарым сағатта көтереді, көтергеннен кейін айтады проблемасын. Так, очень бұлар коммуникабельный, сангвиниктер. Так, одан кейін бұлар өте ақылды болар екен, тоже сангвиниктер, и бұлармен жанжал болмайды. Сізді жанжалдың алдына отырады, уже заранее предупреждает. Енді тұрмыс құрғанда есеге холерик пен холерик тұрмыс құратын болса, ұзағынан бір жылда ажырасып кетер екен бұлар, статистика бойынша. Они никак не доживают друг другом. Потому что екеуінің энергетикасы не совпадайды да. Бұлар бірін-бірін кешіру, бірін-біріне уступка қылу деген білмейді екен. Екеуі екі қошқар жаңа көпірдің ортасына келіп тұрар екен ғой. Сен өт, мен өт деп. Құда осындай болар екен мынаман бірге. Енді флегматик. Заводыңыз жүрмей аққан болса, флегматик никак қойып болмайды оған директор қылып. Завод тұрған жерінде тұра береді, қатып. Мынау. Енді әйеліңіз флегматик болса не болады? Әйеліңіз холерик, флегматикке үйлену керек та. Флегматикке келіп, айқайлағаннан кейін флегматик отыра береді, ешқандай реакция берместен. 10 минуттан кейін холерик қараса, ешқандай реакция жоқ, холерик үнді айқайламай қояды да. Вот такая совместимость. Бұлай қарасаңыздар. Бұл өте үлкен наука. Енді, мысалы үшін, ескі тәуіптер, яғни ескі медиктер, адам кіргеннен бастап қарап, уже фигурасынан, жүрісінен, тұрысынан, көзінен, шашынан уже ажыратып алады уже. Кім сангвиник, кім меланхолик, кім флегматик. Уже кіргеннен, есіктен кіргеннен ажырайды. Кейін оның тамырын көреді, пульсін көреді, бір-екі сұрау береді, уже ясно. Бұл кім? Холерик па, флегматик па, бұның қасында кім бар? Соған қарап ем жүргізеді. Мынау беріп жатқан дәрілеріңіздің бәрі мынаған қарап беріледі. Мынаған айттық біз, флегматик, бұған суық дәрілер жақпайды. Бұған постоянно ыстық. Тамақты бұлар ыстық тамақтар жеу керек. Мижазы ыстық тамақтан жүру керек. Холерик, обязательно мижазы суық тамақтан жүру керек. Егер мижазы ыстық болып кетсе, кетті. Сол үшін подагриктердің бәрі қирайды аяғынан. Подагра деген ауру бар. Бұлар, потому что бұлар ыстық тамақ жейді да, етті жақсы көреді, виноны жақсы көреді, спиртны жақсы көреді. Оның бәрі ыстық болғаннан кейін, қан ысып кеткеннен кейін, өздерінің сол ыстық ауруларына кеп жолығады бұлар. Соның үшін мижаз теориясы это целый наука. Біз қазір адамдардың мижазын айтып өттік. Енді Ибн Синаның кітабында жазылған 10 параметр бар. Адамның шашы, көзі, қолдары, денесі, фигурасы, соған қарап 10 параметрде мына 4 мижаз кеп шығады. Бұл 10 параметр және бір күн айтып өтерміз сіздерге. Атақ мына 4 мижазды білу өте маңызы үлкен. Сіз егер досыңыздың қандай мижаз екенін білсеңіз, оның неге способны екенін уже примерно білесіз. Мысалы үшін холерик досыңыз болатын болса, уже ясно, какие не жұмыстар қылуы мүмкін ол. Так, холериктер не постоянно бывает, уәдесінде тұрмайды. Сізге уәдені берсе, 15 күннен кейін шат, нені өзгертіп қою мүмкін, приказдарды былай. Кесеңіз айтады, мынау, сізге 1000 приказ тауып береді. Бұлардың ішінде ең приказы бұзбайтын кім? Меланхолик. Меланхолик бір приказды бұзу үшін бұл арғы дүниеге барып келу керек та. Бір нәрсе берсеңіз болды. Қатты қалады осыдан. Айтқаның мынау еді, осында тұр, мынау тұр дейді. Соның үшін заранее білсеңіз болады. Мына адамдардың неге способны. Соның үшін тәуіптер, яғни біз келгенде мынаны анықтаймыз, осы мижазды анықтаймыз, соған қарап бұларға лекарство береміз, соған қарап режим дайындаймыз бұларға. Одан кейін кетіп жатқанда біз бұлардың үйдегі режимін тоже, тамақтың режимін, образ жизнін бәрін осыған қарап турлап айтамыз біз.
Біздің артықшылығымыз сол. Енді бұл біздің қазіргі европейский медицинада қолданылмайды. Бұл қолданылмайды. Европейский медицинада не дейді? Доказательный медицина дегеннен кейін бәрі точный болу керек. Даже анекдот шығарған ғой, мысалы үшін біреу адам көзі ауырып қалып докторға барды дейді. Көз доктор айтты, мен сенің көзің көрмеймін. Неге десе, сенің оказывается оң көзің ауырып жатыр екен. Я специалист по левому глазу деп басқаны жіберген деген да. До того бөлініп кетіп қалған да бүйтіп. Бұл түркі халықтарының медицинасында общий қарайды былай. Келген адам общий қаралады да былай. Оның келді ме целиком қарау керек. Мижазы қалай, оның характері қалай, оның жүріс-тұрысы қалай, оның неге способный, оның неден сақтану керек, неден қауіптену керек, не жәрдем береді, оған бәрі анық болады. Соның үшін адамдардың мижаз деген теориясы өте қызық. Бұның мен тек қана сәл жоғарысын айтып өттім, түбін бұның көйлесеңіз өте шұқыр. Түбі өте шұқыр мына. Мысалы жұмысқа адамдарды алған кезде де мына қарап алсаңыз, идеальный менеджер заводты жүргізіп алғанша мына холерик. Завод жүріп алғаннан кейін міне сангвиникті қойсаңыз өте зор болады. Заводыңыз өте жақсы плавно жүреді да. Жақсы аппарат сангвиник. Бәрімен коммуникацион аппараты күліп тұрады. Адамды қайтып күтіп алу керек, қайтып шығарып салу керек. Бәрі мәмілені жақсы біледі сангвиник. Соның үшін обязательно сангвиник алу керек менеджерге. Сангвиник. Мына екеуі вообще не пойдет менеджерге. Меланхолик вообще жолатпау керек оны. Менеджерлікке жарамайды меланхолик. А флегматик тоже заводыңыз жүрмей қалады, айттым ғой мен. Соның ең бұларда ценный кадр это кто? Это сангвиник. Бұл просто жұмысқа алу мәселесінде. А так бұның арқасында жаңа тамақтану, жүріс-тұрыс, тұрмысқа шығу, бәрі кете береді оның арқасынан. Это целый наука міне. Адамдардың мижаз дегені осы. Енді тамақтардың мижазы, аурудың мижазы, бәрі отдельный тема, оны отдельный сөйлеп барамыз. Так, сіздерге үлкен рахмет. Так, қызықты сұрауларыңыз болса комментарийға жазыңыздар, біз сіздерге жауап береміз сұрақтарыңызға. Рахмет, жақсы.